Сәлем достар. Бүгін біз сіздермен бірге аурулар түрін айтатын боламыз. Және қауіпті аурулар мен қасиет түрінде берілген ауруларды айтатын боламыз. Ендеше кеттік. Көп адамдар ауруларын әрине дәрімен шешеді. Бірақ мен қазіргі айтатын аурулар, олар дәрімен де шеше алмайтын аурулар. Ол адамға берілген аурулар десем де болады. Ал ендеше кеттік. Бірінші ауру гипертензия. Ол қабілетін жақсартатын ауру. Ол тіпті 10 жыл бұрынғы не істегенін, сағатына не істегенін айтып бере алатын аурудың түрі. Бұны бірақ ауру деп айтуға болмайды. Бірақ бұл сондай ауру деп айтылады. Оны тіпті барлығын есте сақтай алады. Оны тіпті 10 жыл бұрынғы, 1 жыл бұрынғы, 1 минут алда көзінен өткен сияқты сезіледі. Сіз мысалы 3 күн бұрын сағат 2-де не көргеніңізді айта алмайсыз. Бірақ ол не оқығаны, телевизорда не көргенін 2 жыл, 3 жыл бұрын айтып береді. Ал сіздердің көріп тұрғандарыңыз это Ребекка Жарк. Бұл 2 жыл бұрын оқыған кітабын анық дәлме-дәл айтып берген. Сондықтан ол барлығын таң қалдырған. Және бұл аурумен ауыратын адамдар әлем жүзінде 60 қана. Сондықтан ол таң қалдырған. Аурулардың түрлері көп. Бірақ біздің бүгін айтатынымыз ауруларын сіздер білетін шығарсыздар. Ал екінші ауруға кеттік. Екінші ауру сіздер көріп тұрған Селин Очерт. Ол Саланта синдромымен ауыратын адам. Ол тіпті математиканың оқып бере алады және музыканы білмеген аспабында айтып бере алады. Ол және сурет салуда да өте керемет. Оны ұшақпен ұшып, тіпті қаланы көріп шықса, соны тез айтып бере алатын ауру. Бірақ ол Селин Очерт, бір оның да кемшіліктері бар ол аурулардың. Ол күнделікті адам істеп жүрген істері оған ауыр соғады. Солайша көрінеді. Сондықтан оның да бір несі бар. Ол суретті өте тез және өте керемет қылсалады. Бір көріп алғаннан кейін салады. Ал сіз ше, солай сала аласыз ба? Ал үшінші ауруға кеттік. Ештеңкеден қорықпайтын ауру. Ал бұның атауы Рубе-де-Вите. Бұл ауру ештеңеден қорықпайтын ауру. Оны зерттеушілер байқамақ болды. Адамдарда 30 қорқынышты амал тапты. Бірақ олардың біреуі де қорықпады. Бұл ауруда қауіпті демесек те болады. Бұл ауру қанша екені белгісіз. Ал біз келесі ауруға кеттік. Бұл аурудың есімі жоқ. Химикалық есімі жоқ. Бұл ауру өте көп десек те болады, аз емес. Бұл ауру суықты сезінбеу. Голландиялық Вим Хоф атты адам мұзды ішінде 120 минут отырып, барлық адамдарды таң қалдырды. Қардан ішінде отырып 120 минут. Дәрігерлерді, барлық әлемді таң қалдырған адам болып саналды. Және бұндай аурулар өте көп десек те болады. Ал келесі аурудың аты өте қауіпті аурулардың бірі десек те болады. Оның есімі туа біткен анорексия ауруы. Ол ауру ешқандай ауруды сезінбейді. Мысалы, тіпті қолдың кішкене кесіп алғаннан бері
жыртып өтсе де, денесін жыртып өтсе де ештеңе сезінбейді. Бірақ бұның да бір кемшілігі болады. Бұл кемшілік оның бір дертке шалынып, тағы бір дертке шалынып не қылып жатса да, бұл түк сезбейді. Соның кесірінен өте көп ауруларға шалынуы мүмкін. Тіпті өліп қалуы да мүмкін. Сондықтан ондай аурулар аз болғанын қалайды. Бұндайда өліп қалу да мүмкін. Сондықтан ауруды сезініп, дәрігерге барған дұрыс. Сонда сен сол аурудан бетін қайтарасың. Жарайды, сау болыңыздар достар. Менің каналыма тіркеле кетіңіздер.